Сәлеметсіңдер ме жұрсүйер қауым? Бүгінгі сабақ Қобыланды батыр жырының бөлімі, яғни Қобыланды батырдың жорыққа аттануы туралы білетін боламыз. Сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгінгі сабақта біз көркем шығармалардағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеттері арқылы олардың образдарын ашуды үйренетін боламыз. Балалар, сендер білесіңдер ме? 28 қыркүйек күні біздерде әдебиет алыптарының туған күні екен. Олар Мұхтар Әуезов, Оралхан Бөкей, Шерхан Мұртазаның туған күндері. Ол кісілерді шын жүректен туған күндермен құттықтаймыз. Ендеше балалар, бұл күнді міндетті түрде есте сақтап алайық. Бүгінгі сабағымыздың әдебиет термині. Әдебиет терминдері типтік бейне және прототип. Типтік бейне дегеніміз балалар. Көркем шығармада адам өмірі, басқа адамдармен қарым-қатынасы, наным-сенімдері, ойы мен сезімдері, мінез-құлықтары суреттеледі. Көркем әдебиеттегі жинақталған адам образы типтік бейне деп аталады. Мысалы, Қобыланды батыр бейнесі сол замандағы барлық батырларға тән ержүректік, еліне деген сүйіспеншілік, батырлық сияқты қасиеттер жинақталған бейне болып табылады. Ал прототип дегеніміз балалар, грек тілінен аударғанда түп, яғни төркін бейне деген мағынаны білдіреді екен. Ол шығармадағы кейіпкерлердің бейнесін жасауға тірек, негіз болатын өмірде болған адам, яғни өмірде бар бастапқы түпкі тұлға деген мағынаны білдіреді. Яғни балалар, прототип деген шынымен де бұл өмірде болған, фантазиядан туған кейіпкер емес, өмірде болған, өмір сүрген негізгі кейіпкерді біз прототип деп айтамыз. Қобыланды батыр жырындағы негізгі кейіпкер Қобыланды батырымыз біздің прототип батыр болып саналады. Себебі балалар, Қобыланды батыр жыры ол Әбілқайыр заманда өмір сүрген тарихи тұлға болып табылады. Ендеше, мына мәтінмен бірге таныс болайық. Мәтіннің негізінде сұрақтарға жауап беретін боласыңдар балалар. Қобыланды батыр жыры халық ауыз әдебиетіндегі көркемдігі ерекше жырлардың бірі. Қобыланды батыр қазақ халқының қаһармандық эпосы. Негізгі мазмұны шетел басшылықтарынан елді қорғау, осы жолда асқан ерлік көрсеткен ер азаматтардың батырлық істерін көрсету. Қобыланды батыр жырын жинау тек 19 ғасырда ғана қолға алынды. Жырдың бізге 29 нұсқасы жеткен. Осы 29 нұсқаның 26-сы Қобыланды батырдың ерлігі жайында. Ал үш нұсқасы Қобыландының балалары Бөкенбай мен Киікбай батырлар туралы жазылған екен. Қобыланды батыр жырының заңды жалғасы болып есептелетін Қарлыға қыздың достығы, махаббаты, ерлігі жайлы. Тағы бір жыр бар. Бұл нұсқалардың көбісі кейінгі кезде жинақталған. Қобыланды деген балалар Әбілқайыр заманында өмір сүрген тарихи тұлға. Ел аузындағы деректерге қарағанда, оның бейіті Кобда өзені бойында жерленген екен. Міне балалар, біз мәтіннен Қобыланды батырдың прототип тұлға екенін білдік, оған дәлел Әбілқайыр заманында өмір сүрген тарихи тұлға деген қатарымыз болып табылады екен. Ендеше балалар, мәтіндегі негізгі ой не деп ойлайсыңдар? Мәтінде қай жыр туралы сұралып жатыр? Жырдың негізгі мазмұны неде деп ойлайсыңдар? Ендеше бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап беретін боласыңдар. Балалар, сынып жұмысына, жазба жұмысқа біз 4-ші тапсырманы орындаймыз. 4-ші тапсырмада біз өзара талқылап, сызба құрастыратын боламыз. Яғни бірінші біз Тоқтарбайдың дәулетті екенін көрсететін сөздерді тауып жазатын боламыз. Одан кейін үзіндідегі түсіп қалған сөздердің орнын толтырып,
дәптерлерімізге орындайтын боламыз. Ал үй жұмысына балалар оқулықтағы 52-ші беттегі 10-шы тапсырманы аламыз. Яғни біз бұл жерде жырдағы кейіпкерлерге, оның ішінде қобыланды, қараман, құртқа, қарлыға, осы кейіпкерлерге мінездеме береміз. Әр кейіпкерлер туралы өз ойларыңды жеке жазып шығасыңдар. Дәптерлеріңе жырда кездесетін таудың, көлдің аттарын теріп жазасыңдар. Және де жырдан көріктеу құралдарын біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз, балалар. Көріктеу құралдары деген не еді, еске түсірейікші. Олар теңеу, эпитет, гипербола, метафора. Яғни теңеу дегеніміз не? Эпитет, гипербола, метафораға біз жеке-жеке мысал келтіріп, талдау жұмыстарын жасаған болатынбыз. Енді сендер жырдың ішінен осы көріктеу құралдарына мысал келтіріп, дәптерлеріңе жазып, маған жіберетін боласыңдар. Ендеше балалар, сынып жұмысын орындау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.